Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Саутбекқызы. Бүгінгі видеода өте оңай хрустящий болып шығатын чак-шактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза табағымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Бүгінгі видеода мен осындай 4 тарелка шыққанын қаласаңыздар, 4 жұмыртқаға жасауға болады. Шым-шым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз жұмыртқамызды. Одан кейін үстіне ұн сала отырып, қамыр елейтін боламыз. Мен алдымен шанышқының, кейіннен барып қолдың көмегімен қамыр еледім. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шығу қажет, қатты жұмсақ емес, осындай мөлшерде болу керек. Мінекей енді кішкене тындырып аламыз. Мінекей тынды. Одан кейін ұнымызды себе отырып, осы чак-шагымызды 2 бөлікке бөліп алыңыздар, егерде сіздер 4 жұмыртқаға елеген болсаңыздар, өйткені кішірек болса өте қолайлы болады. Екеуін осылай видеода көріп тұрғандай жасап, одан кейін біреусін бетін жауып қойамыз, ал екіншісін жаятын боламыз. Жұқарақ етіп жаятын боламыз. Қатты қалың емес, қатты жұп-жұқа қылмаңыздар. Орташа етіп жайсаңыздар, қазір видеода көрсетем. Мінекей ұн себе отырып, ұнның көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Мінекей достар, чак-шактың қамыры осындай болу қажет. Енді біз манты жасағанда дәл осылай кесеміз ғой, сол секілді осылай оқтаудың көмегімен жасап аламыз. Және де осындай бөліктерге бөлеміз. Кішірек бөлгендеріңіз дұрыс, өйткені қазір білесіздер, майға түскен кезде біздің чак-шагымыз дәу болып кетеді. Сол себепті қолайлы болу үшін осылай кішкентай ғана бөліктерге бөлеміз. Бұны қайттан алып, осындай ұзын-ұзын қылып бірін үстіне бірін қоямыз да, енді қиғашынан кесетін боламыз. Қиғашынан сол кезде өте әдемі көрінеді. 4 бұрышты еткеннен гөрі қиғашынан кескен ыңғайлырақ. Мінекей осындай бөліктерге бөліп аламыз аз-аздан. Және де тарелкамызға салып, барлығын дайындап аламыз. Ең бірінші қамырын дайындап алсаңыздар, кейін қуырып алған өте оңай болады достар. Мінекей достар, ең соңғы бөлігіне келген кезде майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майдың үстіне аз-аздан сала отырып, чак-шагымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей дәу болып көбейтіледі, еще дәу болады. Сол себепті аз-аздан салуға кеңес берем. Мен сұйық майға пісіріп жатқандықтан осылай 2 рет сүзгішпен сүздім. Бірінші осылай алып алдым. Кішкене майды сорғыш болып келеді. Майы көп болмас үшін сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Және де осылай кішкене ғана қағып жерсеңіздер, майлары түсетін болады. Барлығын достар осылай пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған майға пісіріңіздер міндетті түрде, қатты қызып кетпесін. Қатты қыздырсаңыздар, сіздердің чак-шактарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Бұл өте тез піседі. Мінекей достар, барлығын пісіріп алғаннан кейін үстіне осылай сгущенкамызды аз-аздан құя отырып араластырамыз. Қатты араластырмаңыздар, езіліп кетуі мүмкін. Өйткені біздің осы чак-шактарымыз хрустящий, сондай сыңғыштау болып келеді. Жұмыс жасаған кезде абайлап жасау керек. Және де тарелкамызға салып болғаннан кейін осылай мен буренканы осылай сызық қылып шықтым. Бұл әдемі көрік беру үшін. Кез келген шоколад құйсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Және де үстіне конфетик істедім. Сіздер мысалға сгущенкаға емес, балға да ұнатсаңыздар болады. Балға ұнататын кезде дәл осылай тарелкаға салып аласыздар да, одан кейін үстінен бал құя саласыздар. Сол кезде жылтырап біздің чак-шагымыз әдемі болып тұрады. Өз қалауларынша мінекей конфетик сеуіп қойдым. Дәл осылай сәндесеңіздер деп болады. Өз фантазияларыңызға қарай сәндейтін боласыздар достар.
Мінекей біздің осындай 4 тарелка шықты. 4 жұмыртқамыздан чакшагымыз дайын болды. Сондай әдемі, хрустящий, керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Кейбіреулері мысалға сүт қосып жатады екен чакшакқа. Бұл енді ол дұрыс емес. Тек қана жұмыртқамен жасаған осындай хрустящий әдемі шығады. Сіздермен бұған Майра Сауытбекқызы.